2 bölüm. Ataları осы baylamın aytkanda, balalarının kuanıştan жүректері жарылып kete жаздайды. Сол күні той жасап, 2 жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып, Қасеннің үйіне шығады. Қасен құдасының үйіне көшеді. Келесі күні таң сәріден жаңа қосылған жас зайыптылар алтын салған қазанды алып аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Қасен, «Не боп қалды балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен», деп сұрайды. Аталары безген нәрсеге балалары ие болған жарамас. Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған 2 көңілден артық дүниеде қазына бар ма? Дейді 2 жас. Сөйтіп, олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. Енді алтынды кім алуы керек деген талас қайта басталады. Таласып, ақыры алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Талай күн, талай түн жүріп отырып, бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Айдалада жалғыз тұрған қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрге төселген жыртық киіздің үстінде отыр. Оң мен солында 2-2-ден 4 шәкірт орналасқан. Жүгінуге келген екенсіңдер. Алыстан арнап келген түрлерің бар. Шаруаларында айтындар, дейді қария келгендерге. Жолаушылар қарияға өздерінің дау шарларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап алып, қария ұзақ үнсіз отырады да, өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып, «Менің орнында болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер ең?» деп сұрайды. «Жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой. Хан иеме апарып беріңдер дер едім», деп жауап қайрады үлкен шәкірт. «Ал менің орнымда сен болсаң, қалай шешер едім?» дейді екіншісіне. Екінші шәкірті: «Дауласқандар безген мүлік бидігі ғой. Мен оны өзім алар едім», дейді. Қария бұрынғыдан бетер ренжіп, жүзін суытса да, сыр білдірмей, үшінші шәкіртінен сұрайды. «Ал енді сен айтшы, сен болсаң қалай шешерең?» Үшінші шәкірті: «Бұл алтынның иесі жоқ. Оны еш қайсысы меншіктенгісі келмейді. Солай болған соң-ақ, мен оны қайтадан жерге көмдіріп тастар едім», дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды. «Ал сен не дейсің, қарағым?» «Артық сөзім болса, айып етпеңіз, ұстазым», дейді кіші шәкірт. «Мен болсам, осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы бақ өсірер едім. Арып ашқан кем-кетіктер сол бақтың саясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рақатын көрер еді». Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып, кіші шәкіртін құшақтайды. «Жасы кіші болса да, ақылы артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой», дейді ол. «Сенің билігің әділ балам. Осы алтынды алып, хан ордасына бар. Содан соң, ең жақсы тұқымдарды сатып алып, қайтып келде, өзің айтқан бағынды өсір. Саған да, мына алтынға қызықпаған, кең пейіл, адал жандарға да кем кетік, жарлы Жақыбай атаулы, өмір бақи риза болып, алғыс айтар».